Истихфар айту үшін міндетті түрде дәрет алу керек пе? Жоқ. Дәрет керек жоқ. Миллион миллиард рет айта бер. Соны санама. Қанша көп айтсаң, Құдайға сонша көп жақындайсың. Аллаху афраху абдихи биттауба. Алла тағала пенденің тәубесіне сонда қуанады дейді. Қуанышта. Адамды қуантсаң өзің ойлайсың, қандай мәз боласың. Үйіңе молда шақырып, ауыз ашар беріп, молда мәз болып кетсе, садақасын беріп, жаңағы шапанын кигізіп, ақшасын беріп, тағы не аласыңдар енді. Пакет орап беріп, әйтеуір бір риза қалсаң, қонақтарың бәрі риза болып кетсе, күшті болып қаласың ғой, иә? Күшті болып қаласың, бір қонағың. Енді өзің ойлайсың, представь, Құдайды риза қыласың сен. Алла өзі айтады, мен пендемнің тәубесіне, истихфарына риза болам дейді. Истихфар деген астағфирулла, шынайы сұрау, кешірім сұрау. Мен соған риза болам десе, о қандай дәрежедегі сауап ба? Сондықтан истихфар айтып жүріңіздер. Баланы дейді. Азан шақырып қоймаған едік. Жасы үште, қазір азан шақыруға бола ма? Жоқ, керек жоқ. Намазда қандай сүрелерді айту керек? Айтыңызшы. Фатихадан бастайсың, сосын ары қарай қоса бересің. Аға, көңілі күйім болмай тұр, кешеден бөпем мазасынанып, қандай шипа дұғасын оқысам? Фатиха сүресін оқи бер, алтыным. Фатиха сүресін. Суррогат туралы не айтады? Шариғат рұқсат бермейді. Ерекше баласы бар отбасы пітерді міндетті түрде беру керек па дейді. Енді ерекше баласы бар байлар да бар. Бұл жерде мәселе балаға қарамайды. Мәселе жағдайға қарайды. Жағдай болса беру керек. Күйеуім оразада маған боқтады. Жаман, екеуміз ұрсып қалдық. Аяғым ауыр, оразасы қабыл бола ма дейді. Сенікі қабыл болмайды деп сынып тастайын деп күйеудікін. Енді нәпсі бой бермей жатыр, шайтан бой бермей жатыр, ораза болса да. Датавоно, крупный шайтандар бар. Мысалы, адам кір болса, бір 5-6 жыл жуынбаса, 5-6 емес, қаншада сенің байың? Менің 30-да шығар енді. 30 жыл жуынбаған адам. Өзің ойлашы, баняға кірсе, бір езгеннен кір шыға ма? Бір езгеннен шықпайды. Адамның кірі, іші кір болсашы, ол сыртын кірін кетіресің. Қарашы, сабын бар, пилинг бар, пилингтің гелдер бар, неше түрлі тұздар бар, айтыр кетіруге болады. Перчатка киіп кезесің, айтыр кетеді. Ішкі дүние кір болды. Ішкі дүниені оңайлықпен кетіремейді ғой адам. Сол үшін ол саған боқтап атқан сол. Сен оған түсіністікпен қара. Бұның үсті кір деп есепте. Іші де кір де. Кір болған бомжбен сен ерексесің ба? Ерекспейсің ғой. Сенікі қабыл емес деп бомжбен ерексең, бомж сен сасықсың деп болсаң, бомж сен үйіңе кіріп басын жарып тастамай ма? Ол жынды ғой бомж. Сол сияқты үйдегі адаммен ерекспей қой. Сен қайта соныкі қабыл болмаған емес, қабыл болғаны керек саған. Саған қабыл болғаны керек. Судың астында дайвинг кезінде ораза бұзыла ма дейді. Дайвингке сен гидрокостюм киесің ғой, суық өтпейтін, сыз өтпейтін. Сол кигеніңе құлаққа су кіріп, аузыңа су кіріп жұтып қоймасаң, аузына пробкасы бар, ешқандай бұзылмау керек. Егер ораза айында операция болсаң, 30 күн қарыз өтейсің ба дейді. Жоқ, қанша күн ұстамадың, сонша күн ұстайсың. Үйті жазылсаң. Туған күнім бүгін дейді. Машалла, күшті. Оразан ашып берейін деп енді. Ашпай беремек, ұстап қал жаным. Ассалаумағалейкум. Түнде жұмыстан келіп, таңертең жұмысың болса, сәресіне тұрмай қойсам бола ма дейді. Болады. Қатты қиналып тұрсың, парыз емес. Егер ораза айында операция болса, айттық, бітірді мүлде бермесе не болады? Жағдайың жоқ болса бермейсің. Нафтизинді айтқанды жұт қоймасаң болады. Бассейнге түссе бұзыла ма? Бұзылмайды, жұтсаң ғана бұзылады. Тахаджуд намаз туралы айтыңызшы. Түнгі саяхат, түнгі намаз, түнді көтерілу, түнгі тахаджуд намаз деген міндетті болмаған намаздардың ішіндегі ең патология. Дұғамның қабыл болуына сенімсіздік танытуым. Неге ондай ойлар келеді? Шайтан сондай ойлар салады. Айтады, сен қабыл емес. Қараш, қанша дұға қылып жауап берсе жауап беретін еді ғой. Саған жауап бермейді. Неге? Мысал, анатын қабылды қарашы, ана бай, сұрады, сразу байыды. Ана байға тием деді, сұрады, сразу байға кетті. Ана осындайым деді, соған жетті. Саған бермей жатыр. Неге? Өйткені сен қабыл болмайды. Сен деп сөйтіп шайтан жаман ой салады. Қайта күнәһар болған сайын, қателігің көп болған сайын, қайта шатасуың көп болған сайын, Алла сені жақсы көреді. Жақсы көргенде сен дұғаң қабыл болатынына бір дәлел айтып берейін бе сізге?
Мені тыңдап отырғаның өзі Құдайдың дұғасының қабыл болатыны, сіздің беретіні. Құдай саған ең жақсысын беріп тұр. Дұғаң сен сұраған нәрседен де жақсыны беріп тұр. Ол не ол? Ол Алланың дінін естіп тұрсың сен. Бұл Нұрланның діні емес, бұл басқа. Сен Алланың дінін естіп тұрсың. Осы сені Құдай сені жақсы көретіндігіне дәлел. Алла мені жақсы көре ма, жақсы көрмей ма десе де андай бір нені білгіңіз келсе шекарасын. Мен тыңдағаның өзі жеткілікті сізге. Альхамдулилля, Аллада жақсылығы бар сізге. Харыс күнде... Подскажите, пожалуйста, как приучить себя читать книги. В YouTube есть передача «Жүрек сөзі». Я его провожу. Там есть записи прошедших передач. Я там целые полчаса, около часа посвятил именно книги. Как себя приучить, какие лайфхаки надо делать, что... Я буквально все по полочке расставил. И послушай, там я четко рассказал. Абзал. Намазды хайыз кезінде өтеп береміз бе? Жоқ. Намаз өтелмейді, ораза өтеледі. Мысалы, етек кірген кезде, хайыз келген кезде намазды оқымайсыздар, намаз кетті, Алланың жеңілдігі, списание. Әйелдің Құдайдың алдындағы дәрежесінің космоста екендігінің бір дәлелі осы етеккірлеріңіз. Сөздің ашығы. Енді ауырлау болса да айтайын, қиып салып қойып та бір бәлеге қалып, мейлі енді айта берейік. Ол сөздің ұят жоқ. Неге? Өйткені намаз оқымайсыз. Қай мемлекетте заң бар, сіздің осындай болған кезде, хайыз келген кезде жұмысқа шықпай қой деген. Қай мемлекетте заң бар? Алла сіздерді сондай көтергендігі, Алланың көтергендігі. Яғни сен ауырып жатсаң, мазаң жоқ, сен намазыңды оқымай қой дейсіз. И намаз списанияға кетеді. Тағамағым ангина болып қалды, енді ұстай берем ба? Көресің, сыбырлап ұстай бер, тамағыңды бүйтіп ұстай бер. Егер болмай қылқанып баратсаң ауырып, ашып жібересің. Егер кішкене тамағың ауырып, жұтқан ауыр болып тұрса, кішкене шыда, кешке ауыз ашқаннан кейін дәріш, ингаляция жаса. Күндіз мына жаққа спирт жақсаң болады. Спирт күйдіріп жіберме, бірақ кішкене су растворменен жасап қой. Сыртына анандай бір бальзамдар бар, жағатын соларды жағып алып, мынандай болады. Қайта кішкене ауырып ұстасаң, сауабы көп болады. Алла шипа берсін. Мені көріп отқанын қарағанда совсем плохо емес. Совсем плохо болса ашып жібер. Совсем плохо болғанда мен көрмейтін едім. Мені көріп отсың ба, значит, совсем жаман емес жағдай, шүкір. Бәрі дұрыс болады. Мен де ауырып жатыр тамағым. Подскажите, как правильно входить в сухур? Просить после сухура или перед сухуром? Можно и то, и другое, но более правильно было бы покушать, потом восхвалить Всевышнего, потом почистить, обратно почистить зубы, второй раз надо почистить обязательно. Почему? Потому что остатки пищи остаются во рту, на зубах, это все надо очистить, а потом только сделать намерение, это будет более правильно. Запомните еще один такой момент. Даже если вы сделали намерение о том, что вы будете держать пост, а вообще намерение делается сердцем. Языком как бы тоже подтвердить, подтверждение, икрар, вообще следовательно нужно сделать. Ну, допустим, вы произнесли, сказали, что сегодня будете поститься. И сделали намерение. Когда делаете намерение, поворачиваться в сторону киблы, допустим, Мекки, да, и, допустим, стоя, сидя, это значение не имеет. Самое главное, у вас было намерение. Теперь, время сухура, то есть отсчет времени начинается не от того, от того момента, где вы сделали намерение, а от того момента, как начнет светать. Так как мы держим пост, мусульмане держат пост с момента рассвета до заката. Смотрите, у нас рассвет, допустим, 5:20, условно скажем, да, утром 5:20 всходит первый рассвет, время утреннего намаза, если так сказать. В этот момент, как только утренний намаз приходит, в этот момент ваше намерение включает свой отчет времени. До этого, даже если вы час, допустим, я уже сделал намерение, вот стоит вода, я без проблем могу его выпить, в этом проблем нету. Даже если я сделал намерение. Почему? Так как отчет времени еще не началось. До заката. Плазма оразаны бұза ма? Плазма қан құю ғой. Қан құю қуат беріп адамға беретін болса бұзуға алып барады, егер бұзбаса онда жоқ.
Аға, 15 жыл отандастық. Енді квартираға бөлек шығуымызға тура келді. 4 баламен. Енді жолдасым әке-шешемді таңдаймын деп кетіп қалды. Әке-шешемді таңдаймын деп кетіп қалды. Менде 2 ерекше баламен жалғыз қалдым. Қатты жүрегім қиналып жатыр дейді. Осы жерде сізге сұрақ, не үшін бөлінуге себеп болды? Бөлінем деп белде бастыңыз, не шықты? Ауыз бер кезде тісті зубной пастамен жууға бола ма? Болады. Оразаңыз қабыл болсын. Менің анам қайтыс болды, иманды болсын. Туған сестрасы балалары келіп, көңілді айтқан жоқ. Бата оқып келген де жоқ. Сол дұрыс па? Сол қатты... Жоқ, ол емес қой. Сол дұрыс па? Әлбетте дұрыс емес, енді олардікі. Енді дұрыс емес екен деп араласпай қойма. Ауырып қалады, әртүрлі жағдай болады. Кейін келе алады, келе алмай қалады, бет болмай қалады. Бір нәрсеге реніш бар, адам ғой бәрі. Сен кең болсаң алтыным, кем болмайсың. Не қыласың? Сен келген жоқсың сол кезде. Сен сол кезде келуің керек еді. Бүйту адам ғой енді, түсінесіз ба? Олардың басына да түсіп, сен қарғама. Көреміз, сенің де шешең өледі, асықпа. Мен шешем өлгенде келген жоқсың ғой. Сен де мамаң өледі, сол кезде көреміз. Мамаң өлмесе бауырың өледі деп біреуге өлім тілеме. Оны қашан өлетінін деп күтіп отырып, оны табалап бетіне бассаң, одан бұрын өзің өліп қалуың мүмкін. Сондықтан не қыласың оны? Адам адаммен ерегісе беретін болса, туылғаннан бастап ренішіміз бар, одан школда мұғалімге ренішің бар, ішіне біреуін жақсы көрдің, біреуін жақсы көрген жоқсың. Отчетты содан аласың, садиктегі бар, воспитательница қан ішкенің, тамақ бермей қойғаны, өмір басқаша. Әркімге доказать етумен өтеді өмір, керек жоқ жаным. Таксиде түкіргім келеді дейді. Жұтып қойсыман. Не болады дейді. Аспасын енді. Іште кетпейді. Көрген жерге қақыр түкіре берейін деп пен, жақсы емес. Сенің жұтқанынан да ауыр. Енді оразаны жинап жұту мәкрух. Әдепсіздік. Оразан бұзбайды. Енді соны жүгіріп мәселесі ішіп жатқандардың аузын шыққылатын болдық, енді мейлі енді. Аузың бүйт тұр, түкіргің. Не істейсің енді? Түкірген жақсы ма, жұтқан жақсы ма? Даланы састыққанша вирус қып, көп түкірік вирус. Өзің жұтаса ше, өз вирусың өзіңе. Насыбай пасыбаймен қоса жұтып ал. Аузыңды насыбай сасаң. Ағай, жолдасым бұрынғы заманда азан шақырып атын қоймаған, енді қазір азан шақырып қою керек пе дейді. Жоқ. Баяғыда сүндет тілмеген болса, қазір сүндеттеудің керек жоқ. Оны бүкіл әлемге айтып, мен күйеуім сүндет тілмеген екен деп бәріне айтып, бәріміз переводшы айтып, қандай екен, деп ойлап қалмайық, керек жоқ. Айналайын құрсын, айтпа ондай. Баяғыда болмаған екен. Сен де тауып аласың, сен де бір сіледіп айтылсын. Оның 3 жаста туылған кезде 1 жастағы сен не шаруаң бар ол кезде? Сен вообще жоқсың, планда жоқсың. Не шаруаң бар? Оның сол кезде азан шақырды. Ол да баяқ сөйлеп, мен папам шақырған жоқ ау деп. Сол дәуірге қанша жыл ғой өзі. 1932 жылы туылса, 32 жылға кетіп қалып, мына жақпен өмір сүріңдерші. Мына жақпен өмір сүріңдер. Не қыласың оны? ФГДС бұза ма? Бұзбайды. Онлайн Құран хатын түсірген дұрыс па? Просто отыра берген жаман нәрсе тыңдағанша, меніңше жақсы нәрсе тыңдаған жақсы, бірақ енді оны түсінбегеннен кейін, оқи алмағаннан кейін лучше жақсы түсінетін уағыздар тыңдасаңыз жақсы екен да, дұрысырақ болатын шығар. Сәжде приложениесіндегі дұғаларды, зікірлерді дәрет оқи берсе бола ма? Болады. Болады. Бәрін оқи берсе болады. Құранымен қоса. Өйткені ол жердегі дәрет Құран мұсхаф кітап болып есептелмейді. Айтпаңыздар, күйеуім баяғыда болған, о баяғыдағысы келе жоқ. Школда сол сандуғашты жақсы көрген, потом гуляға ауысып кеткен. Еркектен дауыз бір бәле, не шаруаң ғой? Мен бала кезімде айтылмаған сол, наверное, айтылмай қалған деп, детский травмаларыңды айтып, әйеліңе екеуің мафия құрып, отдельный партия құрып, Күрдистан деген, оны тұрып алып тұр, ана туысқандарына айтып, ол абысындарына айтып, сен өз туысқандарыңа айтып, байыңның көтеріп той жамандап келе жоқ, не қыласың? Түркістан қаласына баруға бола ма? Или ол серік қосуға жата ма дейді. Түркістан қаласында құдағи тұрады. Құдағиға барсаң ширк бола ма не? Құдағиға бара берсен. Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауиге барсаң бола ма? Бола береді. Атамыз ғой біздің. Қазақтың ұлы жазирасын ұстап қалған ұлы тұлға. Кім айтты баруға болмайды деп? Бекет атаға, Пірбекетке неге баруға болмайды? Болады. Райымбек атамызға неге баруға болмайды? Қазақ үшін жан берген тұлғалар. Болады. Мәселе сыйынуында, ал баруда тұрған ештеңе жоқ. Намазда қиямда фатиханы шатастырып, орнына ат-тахият айтып қойсам, сосын есіме түссе, фатиханы жалғастырып оқи берсем, саху сәжде керек па дейді. Обязательно керек болады. Фатиха керек. Сен ат-тахиятты бастап кетсең де керек болады. Даже 3 сөз айтылса керек болады. Неге?
Өйткені сенде парыз кешігіп жатыр. А парыз кешіккенде өтір уәжіп міндетті болады. Жыныстық қатынасқа дейді түнде түсуге болады. О, Құдай сыйлады. Осындай сұрақтар еркектер сұрайды. Түсе бер. Таңға дейін түсетін нәрсенің бәріне түсе бер. Ертең жуынып қойсаң. Енді кішкентай балалар отыр, кішкене былай аккуратно сұрасаңыздар сендерде. Енді түскің келіп тұр еді бір жаққа деп. Жақсы. Өткен жастар отыр да, кішкене ата-аналар отыр. Мен мысалы мен анам отырады. Кейде мен өзім ұяламын сұрақтарға. Для замужества какой дуа читать? Раббана атина фид дуния читай, иншаллах будет все хорошо. Привязанный на столе подойдет. Бірақ кешке ауыз ашық айтпақшы бағана кісіге. Ауыз ашқаннан кейін сразу кіріп бастап кетсеңдер болады. Таңға дейін. Менің де балама азан шақырып ат қоймадым. Өзі ерекше бала болып туылды. 2 жас, қазір 2 жаста дейді. Соны мешітке апарып, азан шақырып ат қойсам бола ма? Сол Райымбек ата басына барып қойсам да болады ма? Ұстаз жауап берді. Иә. Бірақ азан шақырудың керек жоқ. Дәмі кетпесе ештеңе етпей ме? Зубный паста ештеңе етпейді. Жұт қойма. Сіз қай қаладан боласыз? Астана. Кокажамба бүгінгі сұрақтар қызық болып жатыр дейді. Алла разы болсын. Түкірік, қақырық десек дейді. Шеу ме? Өз Қазақстанда проблема шеу бізде. Памперс, кариес, сүңін олвейс. Шеу өз бізде проблема. Елдер дрон шығарып атыр. Біз со памперспен жаңағы қалған нәрседе жүрміз. Солаймыз енді, істейік енді. Осымызбен базарымыз енді. Бұған да шүкір. Осы пейілімізге Құдай беріп қойған енді. Құдай қорғынбасын. Осымен ақ жететін жерге жетеміз, Құдай қаласа. Сондай күйде болған халқымды жақсы көремін. Маған басқасын ешкім бермейді. Не істейміз енді? Солай. Жамбо, не істейміз енді? Халқымыз, біздің ұлтымыз, осыны қорғайық біз. Сені сияқты азаматтар, мен сияқты азаматтар біз қорғайық. Аға, бүгін бірінші күн ұстадым. Міндетті де дәретпен баруға бола. Міндетті ме дәретпен баруға дейді. Қалай жоқ. Бірінші күн ұстадым. Ештен етпей ме? Ештен етпейді. Дәрет ана екінші сұрақ екен ғой. Ештен етпейді. Так, айттан кейін 15 күн ұстайсың. Сонымен қуып жетесің бізге. Балаға азан шақырып ат қою. Сонда міндет емес пе? Міндет емес. Сүннет, сауап. Парыз емес. Пожалуйста, повторите суру для замужества. Раббана, о Всевышний Раб мой, Творец мой, покровитель мой, атина фид дуния хасана. Сделай мою жизнь в дуне хасана хорошим. Вафил ахирате хасана. Также сделай благим и хорошим мой ахират. Вакина адаба нар. Обереги меня от огня генной. Сүрелерді жаттау үшін дәрет керек па? Таза болсаң тез жаттайсың. Ауыз ашарда сәресіде кестесінен 10 минут бұрын жабу керек па? Енді парыз емес, бірақ сақтық мақсатында солай болса жақсы деп жазып қойған. Нәпсіні қалай жеңуге болады? Кеше ғана, кешке, күнде оразада, кешке ауыз ашардың уақытысында мен Жібек жолы телеарнасынан, телеканалдан неге шығам? Прямой эфирге шығам. Телеканалдан. Сол жерде осы нәпсіні жеңудің кеше негізі 9-ын жазып едім, дайындалып, 9-ын айтып үлгеремей, сол 5-ін айтып үлгердім. Уақыттар болып қалды да, сол 5-ін тыңдасаң соны өзі жетеді. Қырғызша керемет нәрсе айтыңызшы, семьямыз бенен көрөбүз сізді дейді. Чоң рахмат, қырғыз ағайындар. Халығыл монты айтады. Өлгөнче эшек жаңылбайт, ошондуктан аңылдайт. Бакырганы болбосо байгуштан акыл табылбайт дейт. Ошо биз деле чоңдордо кыйын делердин артынан деле чуркап жүрүп, эми тарыхта ошо ат менен жүргөндөр кыйындар калбайт экен да. Тарыхта, адамзат тарыхында ошо кылымдан кылымга өтө турган эшек меңендер калып атат. Апенде калыпты да,
ат мингендер қалбапты, ошода орында ошо эшек минген қалып капты. Ошон үчүн Кудайга шүгүр дейли, калганын Кудайыбыз берет. Бүгүн менин туган күнүм дейди. 25-темин дейди. Тезирээк үйлөнсүн деп. Тезирээк үйлөнөсүн, асыкпа. Асықпа, үйленесің. Сен үйленгенге ақша жина жаным. Ақша жина. Үйленген бәрі ақша. Тиіп кетсең ақша. Анау құдағилары бүйтіп тұрып, не жезет, анау не құйрық бауыр, оған ақша саласың. Содан кейін қоржындарды ашат, ішіне ақша саласың. Еще қалың мал бересің. Еще молда некенге оған тағы бересің. В общем, банкрот боласың. Сен алғаның өзіңе өкініп қаласың. Қап деп. Енді амал жоқ, артқа кете алмайсың. Сондықтан сен ақша жина. Сол әке шешеден ақша алмай, тыңдаңыз, әке шешеден ақша алмай, тойдың ақшасын өзі жинаған бала әйелдің қадірін білетін болады. Өйткені ақша кетеді да, әке шешесі әпергенді аямайды, деп қояды. Вместе с постом, если тебя вызванивает на скандал, нужно делать сабр. Конечно. Наш пророк саллаллаху чему учит? Если даже ты без виновности начинают тебя в чем-то обвинять, либо начинают тебя вызывать, как вы говорите, вызволять на какую-то разборку, на какой-то процесс, надо сказать, что «Инни саимун, инни саим», я постящийся, я постящийся. Можно как на русском, так и на английском, можно на казахском сказать. Именно оразам дейсің, все тема жабылады. Қайырлы жарға үйлену үшін қандай дұға оқу керек? Үйлену дұға қыла бер, қазақша дұға қыла бер. Үйленіп болғаннан кейін де дұға қыла бер. Ой, поздно емес. Мысалы, кейбіреудің әйелі ұнамайды өзіне. Кезінде жаңылмасам имам Хасан Басридің ғой, әйелі сәл жақсы болмай қалса керек. Харам Хасан Басри ғой деймін. Елдің бәрі айтатын, ажырасымнан да әйелімен, не деген оңбаған қатымнан, қалай шыдап жүрсін десе, бұл мен ажырассам, бұны ешкім алмайды ғой деп айтады дейді да. Бұл мен ажырасып кетем, бұны ешкім алмайды. Қой шыдай берейін деп, ақыры сол жақсы болған екен. Айтпақ болғаным, дұға қылып үйреніңіздер. Алла Тағала Құранда, қазір оған соңында келем, балаларға ата-анасына дұға қылуды бұйырады. Ата-анаға дұға қылынды. Неге балалар ата-анасына дұға қылуға болса, ата-ана да балаға дұға қыламыз біз? Неге ата-анаға дұға қылынды? Өйткені ата-ана сөзсіз дұға қылады. Баламды жақсы болсын, балам жақсы болсын, келешегі жақсы болсын, бай болсын, жақсы жерге үйленейін, жақсы жермен құда болайын деп. Бала солай дұға қыла ма? Әке-шешем аман болсын, әке-шешем. Міне мәселе осы жерге келіп шығады. Сондықтан дұға қылыңыздар. Күйеулеріңізге, балаларыңызға. Телефоннан Құран оқығанда дәрет болу шарт па, шарт емес. Өскеменнен, алейкум ассалам, қайырлы таң, туған ағамыз бар, біраз жылдар болды, әке-шешем ешкіммен араласпайды дейді. Бауырлар үйіне барғанбыз, бірақ қатты суық қарсы алады, содан қатты көңіліміз қалды. Бұл жайлы не дейсіз дейді. Бір дарақтан тарап, яғни бір әке-шешеден тарап, әр саусақ әр қилы болған сияқты, әр баланың мінезі әр қилы болады. Ішінде реніші болады, кейбір кезде бұған кінәлі әке-шешенің өз кінәлі. Енді оған біз қазір кінәлай алмаймыз, бірақ басында тәрбиеде жіберген қателік бар. Неге? Әділетсіз болады. Біреуін жақсы көреді, пенсияны тығып соған береді, ақшаны соған тығып береді. Балалар қарамай тұрғанда деп сүйіп қояды. Қаттырақ жақсы көреді кенжесін. Көбірек ескейді соны, басын көп сипайды соны. Үлкен бүйтіп, бір сопиған біреу болып қалады да балалар. Немесе қыздар сопиып қалады. Мысалы тыңдап жатқан мендегі әйел кісілер. Көбінің реніші бар. Бүйтіп тырнап көрсең, әке-шешеге реніші өте көп қыз баланың. Неге? Өйткені дұрыс қаралмайды, ұл балаға көбірек береді. Әсіресе біздің қазақтың менталитетінде. Содан кейін оны Құдай біледі ғой, бала жақсы бола ма, сорлы бола ма, қандай боларын. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес, айтайын дегенім. Яғни сол бауырыңызда сондай реніш болуы мүмкін. Одан кейін сіздер ответ күтпеңіздер. Жақсылық жасау үшін ответ күтпей жасау керек. Мына оразада ауыз ашар берсе ответ күтесің бе не? Ораза ұстаған үшін ответ күтіп жатсың ба не? Қазір Құдайдан так
Так мен қазір ауыз дұға бекітемін, кешкі сағат сол 5:30-да ауыз ашамын, 5:30-да маған бір нәрсе керек деп күтесіз ба? Жауап күтпейсің ғой сен, өйткені сен Алланың парызын орындап жатсың. Сол сияқты бауырыңызға барып араласуда сіздер жауап, ответ күтпеңіздер. Мен дұрыс қарсы алмады, бүйтпеді десе, иә, оныкі қате, дұрыс. Бірақ оған уақыт керек. Ол жазылу үшін білмеймін, біреу өлу керек па? Әйтеуір бізде солай, қазақта солай. Біреу өліп барып жақсы көреді. Атағыңды, абыройыңды, құрметіңді өлгеннен кейін береді біздің қазақта. Өлесің, ойбай, қандай жақсы адам еді, білмей қаппыз, білмей қаппыз дейміз да. Біз сондаймыз енді, не істегенді, табиғатымыз сол енді. Сондықтан ответ күтпей жасай беріңіздерші. Бізді дұрыс күтпеді, табақты тарс етіп берді, қабағын жытты, етін дұрыс пісірмеді. Олай жинай берсек, менде де тола. Анаған барған кезде дұрыс бермеді, анаған барып ем садақа бермей қойды. Адамбыз бәріміз. Сондықтан оны іздеме. Жақсылықты. Самый главный, өз семьясын өзі сүйреп жатыр ма? Сүйреп жатыр. Сендерден ақша сұрап жатқан жоқ па? Сұрап жатқан жоқ. Мойныңа тәуелді болып жатқан жоқ па? Тәуелді. Иә, оныкі дұрыс емес. Бірақ дұрыс емес десек, одан бетер орталарыңыз үзіле береді. Түсінесіз ба? Айып іздей берген сайын қараның асты қараңғы бола береді. Айыбын таба бересің, адам ғой. Сіз оны жақсылыққа бұрыңыздар. Я, енді сондай енді бопты енді. Бір семьяда ала да болады, құла да болады. Я? Әр түрлі болады. Бір әке шеше тәрбиені бірдей береді, бірдей беруі мүмкін. Бірақ соның өзінде біреу былай болып шығады, біреу былай болып шығады. Жаман бол демейді ғой. Сен мына 4 балаңның мынаған жақсы бол деген жоқ, мынаған жаман бол деген жоқ ата шешең. Бірақ сондай болды. Енді оған тағы бір айтайын деген, әйелін кінәламаңыздар. Бізде сол қатынға сол қатын құртты бұны. Негізі бауырымыз жақсы еді. Сол дуалады, сол шешесі екеуі, ана құдағи оңбаған қара қатын, сол дуалады соны. Деп айтқандарыңыз қойыңыздаршы осы. Дуаласа дуаласын бопты. Өзімен өзі ғой. Сенен ақша сұрап жатқан жоқ. Бір бауырды да кеш жіберіп жатсың ғой. Сол сияқты ештеңе етпейді. Өліп қалған жоқ қой жердің бетінде. Әйтеуір аман. Аман бол жаным, аман бол десек болды. Сені мойныңа масыл емес, күнде ақша берші. Тағы да бір нәрсе, лудаман емес, игроман емес. Міне өшелі отыр, міне 8 мың, 10 мыңның ішінде талай лудаман, алкаш, оңбаған бауырларын сүйреп өлейін деп жүргендер тола. Осылар зар илесе жарасатын еді. Ай, Құдайым ай, тек өлтірді, өліп те тынбады, қоймады деп жүрген талай адам бар. Айтса зары тола. Бірақ амал жоқ, жақсысын асырып, жамандығын жасырып, бүйтіп аузын тістеп, үндемей Құдай бір түзететін шығар. Мына жағына тартса мынандай деп үндемей жүрген тола алтына. Сондықтан шүкір де. Имам Ағзам туралы қай жерде оқуға болады? Интернеттің бәрі сол. Қызым 13 жасқа келеді, мүшелден шыға ма, кіре ма? Шығады. Ер адамға қасын әдептік үшін айналасын қырқуға бола ма дейді. Негізі кішкене мына бетіне өскен жүндерді, мына жағына өскен жүндерді, мына бүйтіп адырайып бүйтіп тұрып, антенналар бүйтіп қайырып кетеді еркектерді бүйтіп. Соларды бүйтіп кесіп туралауға болады. Адами сипаты болу керек. Кей кезде мұрнынан шығып тұрады бүйтіп, соны бүйтіп шығып тұрғандарын бүйтіп алып, құлақтарына шығып кетеді бүйтіп антенналар. Соларды алып тұру керек. Енді мына қолтығын бәрін айтпағанда енді. 5 жыл болды, заңда ажырасқан. Күйеуі сырттай талақ берген. Қайтадан қосылуға рұқсат па? Болады, қайта неке қию керек. Моншаға түссек бола ма? Ауызды ашпай тұрып болады. Қажеттік болса. Анализ тап тұруға бола ма? Болады. Ауызға дәрі жақса. Не дәрі? Егер сен оны жұтып, ауыз қуысы негізі сыртқы органға саналады. Сол үшін ауызды шаюға болады. Ауызды шаюға болады, түкірт тастайсың, жұтпайсың. Біз қандай мұсылмандарға жатамыз? Ахли сүнна, сүнниттер, соның ішінде ахли сүнна вәл жамаат. Соның ішінде ханафи мазхабына жатамыз біз. Кухняға кірсем болды, аузыма бір нәрсе жеп қоям, ұмытып кетем дейді. Сен желательно кірмесеш кухняға. Өзің ұстай алмайтын сондай кішкене нервнилау болсаң, тамақ көргенде тұра алмайтын. Онда сен бір әйел айтыпты ғой. Еңкейсем белім ауырады, шалқайсам арқам ауырады, арқам құрысады, басым ауырады, сақинам ұстайды. Осы тек қана тамақ ішкенде жақсы болам деп, өзімді күшті сезінем депті. Сол сияқты сен желательно кірме кухняға, ондай ұстай алмайды екенсің.
Система алсам бұзылмай ма? Бұзылмайды. Ән-Нәрия дұғасын неше рет оқу керек? Ондай нәрсе жоқ, ол салауат. Негізі соның орнына басқа дұғалар оқуға кеңес берген болар едім. Тіс пастасымен күндіз тіс тазаласа бола ма? Болады, бірақ сәл макрухтығы бар, әдепсіздігі. Өткен бәрібір дәм сезесіз да? Бірақ ораза бұзылмайды, жұтпайынша. Болашақ жарымды дұрыс таңдау үшін қандай дұға оқу керек дейді. Дұға оқып отыра берме, әрекет қыл, сұра, ізде. Сол жақсы әйел алғың келетін болса, мен жақсымын ба деп ойла. Бірақ бәріміз жақсымыз деп ойлаймыз ғой, анау жаман ғой біз үшін. Жақсы әйел алу үшін ең бірінші жақсылығы тазалық болады. Тазалығына қара. Қолының жері кір-кір-кір, жағасы кір-кір, аузына тісі жуылмаған болса сасық, соны жолама. Сен оның жақсы киіміне, брендіне, бетіне, аяғының түзулігіне, ұзындығына, секретарша аяғы бар, мұрны қырмұрын, әшкейіне қарама. Сен оның тазалығына қара. Иман, ар, ұят, ақылдылық таза адамда ғана болады. Таза, чисто плотный дейді ғой айтқанда. Салақ, олақтан салақ жаман дейді қазақта. Салақ болды ма, сенің сорың болады. Үйіңе қонақ күтемейсің, қонақ күтсең, киімдерді тығып-тығып шкафтың астына тығасылады. Қонақ кеткеннен шашылып жатады бәрі. Содан кейін ыдыс-аяғың жуылмай, кухня толып жатады. Содан бір күн айтасың, 2 күн айтасың, 3 күн өзін тазалайсың, содан подкаблучник боласың кішкене, содан саған да керек жоқ, сен де үйренесің. Бүтін алманың қасына құрттаған алманы қойсаң, сен де құрттаған алма боласың. Сол сияқты сен жақсы таза әйелге үйлен. Әке осы жерде шешесіне қарау керек. Үйіне барған кезде баратын шығарсың, бар көріп бүйтіп мұрныңды бүйтіп алып барасың ғой. Сол барған кезде қара, үйлер тап-таза, новый мебель керек жоқ. Телевизор, күшті дүниеге қарама. Просто таза ма деп шаңды бүйтіп сөтіп көр столдың бетін. Таза болса, онда жақсы болады. Полотенце қол жүрген жерде таза болса, таза новыйға емес, таза болады. Кейбіреу біткен кезде иіс шығып тұрады. Содан алыс бол. Ең иман, тағы да айтам, иман, айта береді, иншалла, машалла, біз сонда намаз оқимыз деп айта береді, құлағыңды кішкене қағып жүр лапшаны. Айта береді, қазір өтірік болу көп ондай. Ең жақсысы сол тазалық, көрінетін дүние. Бала тәрбиесі туралы соңына қарай айтамыз. Сәлеметсіз бе? Бүгін ауыз ашар істеймін дейді. Бешбармақты, сорпасын, тұзын көрсем бола ма? Ішіме жұтпай түкіріп тастап дейді. Болады. Бірақ ақырып түкірігінші ашырап бешбармақты ішіне үйтпейін сенде. Аккуратно көр енді. Бүйтіп тұрып қасықпен бірақ жұтып алып, ар шайқап, бер шайқап, тұзы көп екен деп қайта түкіріп ақырып ыңғайсыз болып қалмасын. Енді сәл-сәл. Сәресе ұйықтап қалды, бірақ сонда да тұрып дұғаны оқып, әрі қарай аузын бекіте бердім. Олай болады, күшті болады. Ішпеу керек. Мысалы, кеш ұйықтап қалдың, 5:30-да ауыз бекіту керек. Сіз 6:30-да тұрдыңыз, 1 сағат кешіктіңіз. Ештеңе етпейді. Маған десең 9-да тұр. 9-ға дейін тұрасың, 9-да аузыңа ештеңе алмайсың. Енді атысың жуа бересің ғой. Су ішпе, тамақ ішпе, ниет қылдым ораза ұстауға деп кете бер болды. Әйел адам 40 жас жасаса бола ма дейді. Әйел адам күйеуге шығып кету керек 40 жаста қалмай. Күйеуіңмен бірге өмір сүргеніңе шүкір қыл жан. Той бере бермесін. 30 жыл тойлаған қазақпыз, міне. Әлемдер уже дрон шығарып жатыр, дамып кетті. Біз әлі 30 жас, 40 жас, сондайда жүрміз. Тойды қойшы жан, тойға кеткен ақшаны тық қой. Керек болады. Күнде ақша түспейді, бір күн ақша бітеді. Сол кезде бүйтіп жетінен шығарасың. Ешкімге жалынбайсың, маған келмейсің, басқаға бармайсың, құдағиға бармайсың, құдаңа бармайсың, балаңа жалынбайсың. Бір күн келеді. Инвестиция жаса, бізде жақсы инвестиция жасайтындар бар, бірақ алаяқтарды тыңдап жүрме. Мемлекеттің жақсы гарантиясы бар. Сондай жерге инвестиция салыңыздар. Соны қолдарыңызды көбейтіп, соны кейін жарайды. Ешкімге қол созбайсың. Ертеңгі күніңді ойла. Тойды қой. Рестораныңды қой жан. Бұлай тойған шығармыз, тойға үш болды. Надоел тойға шақырса жыны келеді, туысқандарың бәрі. Ешкім жетісіп жүрген жоқ. Күйеуімді қатты қызғанам, қыздардан, әйелдерден, анасы мен қарындасынан дейді. Осы айда қыз
босанам, ертең одан да қызғанып жүрмейін ба дейді. Сен кішкене босанғаннан кейін докторға көрінсеші өзі. Қызымнан, сен обязательно психологқа көрін. Бір мощный психологқа көрін желательно, қызым. Не болып, сонша өз қызынан қызғанып папасын, жаным. Ол уже қызғану емес, уже шектен шығу болады, жаным. Олай жасама алтыным. Сонда бауырымен араласпаса, қажа деген жалғыз қарындасы болса, қарындасымен араластырмасаң, мамасымен араластырмасаң, ертең сен туған бала да сондай болмай ма? Сенімен араласпай, не болады сонда? Жақсы емес ол, жаным. Ол уже шектен шығу дейді. Қой алтыным, олай жасама. Қызғанған дұрыс, әйел адам қызғанады. Бәріне қызғанады, ол норма. Бірақ шектен шықпа олай алтыным. Сен слишком шектен шығу. Дұрыс, қызды ана астарға, вечерге барасыңдар ғой. Сол кезде күйеуің көзіне қарап отырып дейді. Ана жақ қарама де. Ана жақ қарама де, бері қара де. Үйге барғанда өлтірім, бауыздаймын сені де. Көрсетем, таш отыр де. Иіс шығару дұрыс па? Смотря қандай иіс. Фазилет кестесі туралы. Фазилет кестесі Түркиядан шығады. Бірақ уақыттар біздің сәл қымытымызбен келмейтін жерлері бар. Ішіндегі айтқан мәселелері жақсы. Жолдасым қайтқан, 5 жыл болды. Қайтқан күніне үлкен ас беру керек па дейді. Жоқ. Үлкен ғып елдің бәрін тойғызып, бәрін тісін чұқытып ет жеген, ол енді қалу керек о нәрсе. Бірақ оның бір пайда жері бар. Ағайындық, бауырмашылық, көптен көрмеген адамдар, жүрегіне тоғысу, жақсы жерлер көп оның. Бірақ жаңа тәкаппарлық, мақтану, мен ас бердім, маған ешкім жетпеді, қымбат ресторанға бердім, болды деп, балалар онсыз да қарыз болып жүрсе, мысалы айтайық, ішінде мысалы 2-3 баламен қалдыңыз, 3 баланың біреуі бизнесмен болып, мынаның бір әйелі өзі дұрыс болмай жатса, соңы мына екеуі сізбен қосылып үшеуі мына баланы әйелі мен қатынымен жек көріп кетпеңіздер. Бір баласын шамасы жетпейді, ол да папасын жақсы көреді. Бірақ біздер қазір жақсы көруді ақшамен өлшейтін болып қалдық. Заман солай болып қалды. Адамның адам болуы да ақшамен болып қалды. Егер ақша болмаса, адам болмайтын сияқты болып тұрады. Сол үшін айналайын. Сонда бөлмесеңіз, ас бергенде тұрған ештеңе жоқ. Сұруға бола ма? Болады. Тізесі шыққан соқ жоқ жаным, олай демеші. Саған тізесі шыққан шығар, мен оны 100 рет, 1000 рет естіген шығармын. Бірақ қойған адамға бірінші сұрақ қой ол. Ол жаңадан кіріп отқандар бар. Білмейді әлі ештеңе. Енді соларға қамқоршы болмаймыз. Дін деген не өзі? Дін деген қайталау. Новый версия шығып, новый версия шыға бермейді. Сол нәрсені қайталап айтады. Мұхаммад саллаллаху алейхи пайғамбарымыз қалай айтты? Содан бері қайталанып келе жатқан дүние. Бір-бірімізге қамқоршы болайық. Міне осы қойған сұрақтарға біздің деңгейіміз көрініп тұрады. Біз әлі даму керек екенбіз ғой. Біз әлі алға басуымыз керек екен ғой. Бұл мешіттегі уағыз емес бұл. Сондықтан дұрыс түсінейік. Құран қатында неше сүре оқылады? 114 сүре полный оқылады. Ауыз беріп кезде массажға баруға бола ма? Болады. Боди массажға баруға болмайды. Сізге қалай барсақ болады? Қайдан тапсақ болады? Мешітке келесіздер. Астана қаласына. Ауызды бекітпей жатып су ішу керек. Су ішкен жақсы, денсаулыққа полезный. Бірақ ішпесең де болады. Флюру можно проходить, однозначно. КТ тоже можно будет проходить. КТ с контрастированием тоже можно будет проходить. УЗИ всех органов тела можно проходить. УЗИ предстательной железы и женский УЗИ проходить не рекомендуется. Там при вводе УЗИ, средств УЗИ используется гель. Вот этот жидкостный гель будет портить уразу. Точно так же свечи вагинальные, ректальные, они портят вашу уразу. Бір үйден 2 баламыз, менен кейін кіші інім бар. Онша араласпаймыз, бірақ жақсы көремін. Өткенде қатты ренжіп мені іздемейсіңдер, бармын ба, жоқпын ба деп өкпеледі. Енді мен ғана іздей берейін ба дейді. Неге осылай білесіз бе? Өйткені бізде права жаттап алғанбыз да бәріміз. Права. Мен ақ істей берем ба, менің правам, сенің правам ба, мен ақ, маған ақ керек па деген нәрсе болғанда осындай реніш көп болады.
ответ жауапты Құдайдан күтпегеннен, адамнан үмітіңді артқаннан осындай реніш пайда болады. Сіздер араласу, бару, келуді Құдай үшін жасап үйренсең, реніш болмайды ешқашан. Сіздікі, мен саған бардым, вот сен маған келу керексің. Егер келмесе, сен оны жайын шығарасың. Мен 8 рет барғанда бір келмеді ғой, ауырып жатқанда, өлетін кезде бір келмеді ғой деген болады. Сіз Алла үшін жасасаңыз, ешкімге ренжімейтін боласыз. Содан кейін күнде кешке жатар кезде, Құдайым, мен ешкімге ренжімеймін. Мен жаман комментарий жазғандарға естімей ренжімеймін. Мен ешкімге ренжімеймін. Жалпы адамзатқа ренжімеймін десеңіз, осыны ұстап қалсаң, өмір сүру оңай болады. Құдайға да жағасың, періштеге де жағасың, халыққа да жағасың, бәрі жақсы болады. Тұрып алып тұрып, так, мына сволыш бүйтпеді, мынау өйтпеді, сен өмірің ешқашан көңілің толмайды. Болашақ күйеуді дұрыс таңдау үшін не істеу керек дейді. Подиумда жүрмін екеулер. Подиумда жүріп, так, сен таңдаймын ба, сен таңдаймын ба? Сен дұрыс сияқтысың деп қалай таңдайсыз? Вариант көп болып тұр ма? Вариант көп болып тұрса, бөлісші, менде күйеу таппай жатқандар бар. Солармен бөліс. Кең болсаң кем болмайсың. Бай таппай жүргендермен бөліс. Бәрін өзің алып алғасың, таппай жүрміз бәрін. Бәсе қаяқта деймін бәрі. Жылдық асқа ірі қара союдың мәнін түсіндіресіз бә дейді. Оның мәні жоқ, оның мәні жағдай. Мал соямайтындар сонда әке-шешесін жақсы көрмей ма? Ірі қара соямаса, қара соялмаса не? Әке-шешесін жек көре ма? Басқа халық соймайды, сонда не, жек көре ма? Олай жасамаңыздар. Әке-шешені жақсы көру, мал сойса жақсы көреді. Мал сойғанда білеміз, мен ас бергенде туралы айтқан жерде айтқам. Мал сойғанда да білеміз, қалай болатын. Жағымпазданып біреу береді, одан біреу ренжиді, біреу бере алады, біреу бере алмайды. Бергендер бермегенді көзбен сүзеді. Сол сауап болады деп ойлайсыздар ма? 3 баланың қайсысы қызметкер болып, қайсысы ақшаны көп берсе, соның сөзін сөйлеп бәрі, ана ақшасы жоқ байқұсты, сен кухняда жүре бер, ана қатыныңмен қоса, ана қазан ошақта жүре бер, әйтеуір өліп қалмасаң болды әйтеуір. Мынау ақша тауып тұрған ғой, тауып тұрғанға бәріміз молдасы да бәрі соған жығылады. Әке-шешесі дұрыс па сол? Аруақ соған риза бола ма әкелері? Әкесі өліп, әкесін ас берсе, жағдайы жақсыса, ақша шығарса, сонда бәрі соны жақсы көреді. Мынау қалып қалғандар, міне отырмыз бәріміз. Сен жақсы көрмейді, өйткені сенде ақша жоқ. Сен де байитын шығарсың енді. Жоқ. Мынау ғой бүгін диктовать етіп тұрған. Кімнің арбасында отырсаң, соны ән сөйлейтін заманда тұрмыз ғой біз. Өтірік емес қой. Сондықтан айналайын. Олай жасамаңыздар. Мал сою шарт емес. Израиль ораза сайын мұсылман елдеріне соғыс ашады. Былтыр Палестина қырып еді, биыл Иран дейді. Бұның формуласын атан қазақ айтқан баяғыда. 4-еу түгел болса төбедегі келеді, 6-ауың ала болса аузыңдағы кетеді деген. Ол Иран, Палестинаны қой, үйдегі 4 бауырдың вопросын шешемей жатырмыз ғой. Көріп жатсың ғой, мал сояды, анау соямайды, анандай, анандай. Осыдан шығады мәселе. Осы сызат шығады. Енем жаман, енем қанымды ішті деп кетіп қалғанда, сызат осыдан басталады. Бауырға өткізген дүниені санайсың, содан басталады. Израиль деген анандайға жету үшін екеу бір туған, Араб пен Израиль. Мынаның шешесі бөлек, Сарадан тарайды да, мынау Ажардан тарайды, Исмаилдан. Анау Исхақтан кетеді, мынау Исмаилдан кетеді. Екі күндестің балалары солай. Өз семьяда бар нәрсе ғой, әлемдегі нәрсе семьяда болады. Аузың быт-шыт болып жатса, бірін-біріңе өткенін санап жатсаң, мен ақ істей берем ба осы, маған ақ керек па Құран оқыту? Құран оқытқан өзінде естіген сөздеріңіз ғой, өтірік па жоқ? Осы мен ақ оқыта берем ба, маған керек па, мен туып па? Сондағысы бергені бір тамақ, бір тамағын санаған адам сондай деңгейге түссе, сонда қалай? Қайдағы Израиль, қайдағы Палестина, бір 4 бауырыңмен келесе алмайсың. Міндетті еткен аруақ айналып жатқан шығар жердің астында.
Құдай қайдан ғана осылай бала тудым екен, қайдан ғана осылай ұрпақ тарады екен маған деп. Сол сауап болады деп ойлайсыздар ма сонда? Ана қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деген әңгіме. Етке су құйып жатып дейді. Стаканға су алып ұрттап жібергенде түкіріп жібердім дейді. Қанша күн қарыз болдым, бұзылды ма дейді. Етке түкіріп жібердім ме? Қайқа түкіріп жібердім? Маған сол қызық болыптыр. Сенің ана түкір ішкенің, ұмытып ішкенің емес. Ана аузың алдында түкіріп жібердім. Сол қайда түкірдің? Етті түкіріп, біз о етті жеп байқұс молда. Ауызашарға пісіріп атқан еттің ішіне түкіріп жіберсең, біз не жедік оны айналайын? Ораза бұзылмайды. Ұмытып жесең, ораза бұзылмайды. Ассалаумағалейкум дейді. Менің жолдасым жақында авария түсіп қалып еді. Точка қойылады. Шүкір, точка қойылады. Үлкен әріппен жаным аман ойлап жүр едім. Қандай мал шалғаным дұрыс? Жолдасым үйде жалғыз, өзі жұмыс жасайтын еді дейді. Сен мал сойма. Сол күйеуіңнің қызметінде бола бер, болды. Құдайдың тілеуін тілей бер. Құдайым деп алтын басыңды намазға қой. Алтын басыңды намазға қой. Соның балаларын ана нан табам деп кетеді ғой далаға. Әкелеріңді сыйлаңдар. Сендердің құтырып, семіріп жүргендерің тура қазір телефондарыңмен ұшықтайып. Әкелерінің арқасы. Неге әкеңе дұға қылмайсың деп қызыңды да, балаңды да жан шығар. Сендердің сосы телефонды не қолда ұстаған телефонға неге чехол кигізбейсің? Не байсың ба не соншама? Тапқан бір тиыны жоқ деп балалардың жанын шығар. Үйдің бәрін жұмыс істет, әкесінің киімін жуғыз, туфлиін сүрткіз, сол малдан жоғары тұрады. Мал сою керек жоқ. Сенің күйеуіңнің дүниесін сен бетіп алып мал бермей-ақ қой. Құдайға оны жағымпаздық өтпейді. Сенің ең жақсы күйеуіңе Құдайдың алдында істеген шаруаң, сол балаларын әкесін сыйлайтындай қылып тұрып тәрбиелеп берсең, ең жақсы күйеуіңе де, ұрпағыңа да, Құдайыңа да істеген потолок жұмыс сол болады саған. Бетіп шетінен ақша алып, оны сындырып барып мал сойып келе жоқ. Таң намазы сәресі уақытымен басталма. Наоборот, сәресі уақыты таң намазымен басталады. Selamun aleyküm дейді. Hocam deydim. Erkeğin kulak deldirmesi caiz mi? Subhanallah. Ne oldu ki? Manyak mısın ya? Nedir o? Nedir o? Kime benzemek? Kadınlara mı? Ne iştir o? Şu anda Avrupa'ya hepsimiz onlara benzemek üzerinde ne oldu ya bu Müslüman ümmeti? Müslüman ümmeti şimdi şu anda ne oldu? Peygamber aleyhissalatu annemiz, analarımızı, babamızı biz bir rüyamızda gördüğü zaman ya da resimlerde gördüğü zaman anne babamızın resmi nesil adamıydı, biz nesil olduk ya. Burnumuzu deldik, kulağımızı deldiysek ne kalmadı delinmeyen ya. Allah'ım Azze ve Celle kendi verdi ya bir delik verdi ya içinde. Eşitmeye o yetmez mi bize? Yeter ya. Adam daha bu şeyleri takınmaları da takmak düz değil ya. Adam gibi erkek gibi olmalıdır. Allah Teala horoz var ha, işte horoz nesil güzel. O güzellik ona Allah'ına gelmiş. Adamlara bire takınca şeyleri, bir güzellik bir şeyleri delmeleri, kesmeleri düz değil ya. Sünnet kestiği tamam yeter o. Қарыз намаз оқығанда ақшам дейді, сүннетін оқу міндетті жоқ. Қаза намаздарда сүннет оқылмайды алтыным. Оразаны тек адамдар ұстай ма дейді. Ачо мысықтарға, тышқандарға, аквариумдегі балықтарға сотайын деп пен? Сволочтар, кешке дейін тамақ бермеймін сендерге, иттің баласы. Көрсетейін сендерді ораза ұстаңдар деп. Не істейді мен? Кеше бала тәрбиесі айтам дегем. Қазір айтам соңына қарай, соған дайындалып отырмын. Тақырыпты сол, ол бала тәрбиесі өте ұзақ. Соның бір шетін ғана айтам. Ең бірінші тәрбиесін, содан ары қарай кетеміз. Едедіңіз түрікше біраз айтып айтпадым. Айтып айтпадым. Басын бетеп, төмен ұстақ балдана кісі, қойған кісі.
Ангинам ісіп кетіпті. Оразаны ұстай берсем бола ма? Бола береді. Бүйтіп ұстап қоя бер. Іштен кетпейді. Ұстап, мына жеріңе компресс жасай бер. Болды. Укол салып алсаң болады. Кішкене қазір не жазылсын? Температураң болмаса, докторға көрін. Кешке ауыз ашқаннан кейін тамақтарыңа себетін сеп, жақсылап любойламен тамағын тазала, жақсы болады. Соң жіткіс көп іш, ауыз ашқаннан кейін жақсы болады. Егер температураң көтеріліп, мазаң қатты кете бастаса, онда ашып бер. Ауызды уақытысында ұстау керек па, немесе асырып ашу керек па? Уақытысында істеу керек бәрін. Хафиз сәресін жапқан соң дейді, кесе ашып жіберуге бола ма? Хафиз деген не? Хайыз деген шығар. Ой, қызым ай. Өзі жақсы мейлі, сөйтіп үйреніп қалдыңыздар ғой. Жапқан соң кесе болды, ашылады сразу. Даже 1 минут қалғанда кеп қалса, қош келдің деп күтіп аласың, болды, ораза жоқ. Сәресі ровно уақытысында жабу керек па? Оны айтты, күйеуім 10 минут ерте жабу керек деп қоймайды. Күйеу жауап берсін. Күйеуге жақсы болады, 10 минут ерте жапса, сен жайлап ше бер. Уақыт өтіп кетпесін енді сенде. Спермограмма тапсыруға бола ма? Болады. Бірақ ораза бұзылады. Енді мүмкіншілік болмай тұрса, кейінге қалдыруға. Бірақ бұл жердегі әңгіме саған 60 күн қарыз болмайды. 60 күн қарыз болмайсың. Сөз жері бар. Жаратқан имемойы неге сен деп айтамыз? Емізге шығар, сіз деп айта. Жоқ, сен деп айтқан даралықты, жалғыздықты білдіреді, тікелей сөйлескенді білдіреді. Қазақ тілінде енді сіз деп айтса да болады, біздің тіліміз өте кең. Бірақ айтсаң түсінбей қалады, сондықтан сен деп айта берген жақсы. Елдің бәрі сен деп тұрса, сен сіз деген ол Құдайды төмен түсіру емес. Мысалы, орыс тілінің несі бәрі қысқа, өресі. Мысалы, оларда бізде қараңыз, сіз деген бар, құрметті, және көпшілікке сіздер деп айтамыз. Орыстарда, орыс тілінде вы деген уважительный, и көп сіздер деген сөз жоқ оларда уже. Ол тоже вы деп қолданады. Қараңыз, көпшілік, когда их много, мы обращаемся вы, точно так же уважительно обращаемся тоже вы. Көрдің бе, екеуі бірақ сөз болып қалды. Мысалы, түрік тілінде алайық. Түрік тілінде оғыл, бала, одан кейін барып торун, немере болды. Оғыл, торун болып кете береді. Яғни шөбере, шөпшек деген біздің қазақтар бар нәрсе, ол көп халықтарда жоқ. Сондықтан бұл біздің тіліміздің кеңдігін көрсетеді. Енді қалай болғанда да, яғни сен деп айтсаң да болады, сіз деп айтсаң да болады. Бірақ ел дұрыс түсінбей қалмас үшін, бүйтіп елдің бәрі, біз сондаймыз, сондай жақсы көреміз өзіміз. Елдің бәрі сен деп айтса, сіз деп қайырса, бәрі ойбай деп бүйтіп қарап, сөйтіп оны қой көріп. Сен деп атыма, сен дей бер болды. Бір күні пайғамбарымыздың уақытысында өз көп оқиғалар болған ғой. Соның біреуінде бір сахаба ля илаха илlallah деп айтқан үшін ұрып өлтірген. Оның әкесін, бауырларын, шешесін. Сол кезде жаман сөз айт деген, пайғамбарды боқта деген ғой. Түсінікті болсын сіздерге. Содан бала шыдай алмай мамасын өлтіргенде, Абу Жахил деген кісі мамасын өлтіріп атқан кезде, айт деген кезде пайғамбар боқтап жібереді, жаман сөз айтып жібереді. Соның бәрі айтады, болды, сек қой деп анасын жібереді, бұны жібереді. Әйтеуір не керек? Содан бұл әңгіме пайғамбарымызға жетеді. Пайғамбарым шақырыңдар оны бері дейді. Әлгі сахабада бет жоқ, пайғамбарды боқтаған, басын төмен ұстап тұрған кезде, сол жаман сөз айтқан кезде дейді, мен туралы, сенің жүрегің менімен бірге болды ма, жоқ, жүрегіңмен мені боқтадың ба дейді. Жоқ, я Расулалла, сізді жақсы көрем, мен мұсылманмын, сізді жүрегіммен жақсы, бірақ тілімнен шықты дегенде, пайғамбарымыз егер тағы қинаса дейді, тағы да айтсаң болады дейді. Яғни сенің аузыңдағы сөзің жүрегіңде болмаса, бұл айта беруге болады. Бірақ мәселе жүрегімде жоқ қойды, боқтай беруге болмайды. Мен бір нормальный ниетпен боқтап жатырмын ғой, жаман ниетпен боқтай, еркелетіп боқтап жатырмын мысалы. Нормальный еркелетіп сен боқтасаң бола ма? Болмайды, бәрібір. Харамның аты харам. Түсініңіздер ғой, жаман нәрседен қашыңыздар.
Аузын бер гвоздика сорып жүрге бола ма? Жоқ, дұрыс емес. Құран ерлі зайыптылардың бөлмесінде тұрғаны дұрыс па? А чо? Страшный бір нәрсе істейсіңдер ме не? Бөлмелеріңде? Енді өз әйелің, өз семьяң. Енді әдеп ретінде жаңағы аяққа қарай қоймасын дейді. Біздікілер бетін жауып қояды. Бір нәрсе болып жатқан кезде соны қайтып ашып қояды. Болған жоқ ондай нәрсе. Ассаламу алейкум. Сізді Өзбекстанда тұрып тыңдаймын деген саған. Кәтті рахмат әке жаным. Кәтті рахмат. Сіңілім. Кәтті рахмат. Бар болың, сау болың. Құдайым тән сауалыңыз бен хатырыңыз жан болсын. Жудайым құрсанмын. Рахмат. Өзбекстанда лекен дамылалар көп, алым уламалар көп, машаллах. Hamma ustozlar xizmat qilyapti dinimiz uchun. Ikki millatning do'stligi uchun. Sizga ham rahmat. Juda ham xursandman. Assalomu alaykum. Temperatura 39 gradus bo'lib, angina isib ketdi. Og'zimni ochdim dori qabuldash uchun. Emdelib bo'lgancha 3 kunday og'iz bekitpedim. Qarzim 3 kun bo'lib qolaman. Ya, 3 kun. Qancha kun ustamadingiz, shuncha kun bo'ladi. Ya'ni sizda причина bor. Mana 60 kun ustaydi qachon? Без причины, себепсіз ашқан. Сіз ауырып отырсың ғой, сондықтан сізге себеп бар. Бірақ ұстайсыз. Мен УЗИге барам, женский, бір күн қаза боламын, қаза боласыз. Бір күн. Өйткені бәрібір ол жерде манипуляциясында ораза бұзатын нәрселер қолданады ол жерде, сондықтан ораза бұзылады. Сәресін 1-2 минутқа кешіктіріп жапқан едім. Тамақ ішіп үлгермей қарыз болмақ. Қараңыздар. Осыны өткенді түсініп берейін, тағы түсініп берейін. Мысалы, сіз ауыз бекітейін дедіңіз, кеш тұрып қалдыңыз. Бекіте бересің. 1 минут кешіктің бе, 2 минут кешіктің бе, 1 сағат, 2 сағат кешіксең де кешіге бересің, іште кетпейді. Аузың ниет қылдым ораза ұстауға деп, ауыз шайтасың болды. Просто ішпе ештеңе. 1 минут қалды. Мысалы, мен көріп отырдың, қызық болып отыр, прикол. Қарасаң уақыт өтіп кетті. Ой, алдында шай тұр, ішіп бітпегенсің әлі. Суып қалды байғұс. Мейлі, ой, іше салайын деген болмайды. Тоқта, стоп, тормоз, ручниктар, бас бәрін, тоқта. Все, аузың шай, ниет қылдым, ораза ұстадым деп кете бересің. Түсінікті? Яғни, уақыты кіріп кетсе де, тура уақытысында айту шарт емес. Жаңа тілекті деппін ғой, ниетті. Сіз кейін де айта аласыз. Бірақ ішпе әңгіме сода. Уақыты кіргеннен кейін ішпе, онда ұстай бересіз ораза. Бекіте бер. 1 сағаттан кейін бекіт, 10 минуттан кейін бекіт. Астана халқы ауыз бекітуін кетпесін дейді. Мысалы, міне, қазір уақыт болады, тыңдап отырдың, ана үстіндегі уведомление өшіп сағасың, көп жігіттер өшіп сайды, әйелдер көріп қойды, ана сообщение келеді сварщиктерден, соны уведомление өшіп сайды. Ана бетіне шығып тұрсақ, әйелі көріп қойды. Мынау кім деп ана следовательдерге қойып прокуратурада жұмыс істейтін. Сол прокуратурадағылар тексереді ананы. Сол үшін әйел деген прокуратура бар, страшный прокуратура ол. Сол прокуратураға ілінбес үшін ана бәрін өшіріп тастайды. Ана телефонды бұрынғы еркектер үйден шыққанда туфли тазалап шығатын. Қазір еркектер үйге кіргенде телефон тазалап кіреді. Тап-таза, есіктің алдында тұрып әбден тазалап, сообщениені бәрін тексеріп, жан-жағын бәрін тап-таза. Ана қарасаң байғұс ешкіммен сөйлеспеген анау. Анан телефон адам емес анау, ана бір әулие, бір періште әжейді. Ешкімге бұл звондамаған, бұған ешкім звондамаған. Соны телефонды қоя салады, бейтіп. Не деген адам деп таң қалып қаласың. Байқұсау деп. Единсәс жоқ па деп ойлап қаласың. Солай. Сондықтан намаздың сүннетін оқымаса, тек парызын оқыса, намаз қабыл бола ма? Қабыл болады, бірақ сүннетті орындамау үшін күнә болады. Оразада төбелесіп қалсаң, төбелеспеуге тырыс енді. Лучше таяқ жеп қал, чем біреуді ұрғанша. Ораза бұзылмайды. 30 минут кешігіп келіп жолда ашу керек пе, әлде үйге келіп ашу? Үйге келіп ашу, жолда тамақ ішпе. Көзге блефаропластика жасатуға болады. Қажеттік бар оған. Аға 5 уақыт намаз оқымайтын адам тахаджуд намазды оқуға бола ма? Болады, бастай берсін. Ауызашар жасау той болып кетті. Соған бір ақыл айтсаңыз, 30 күн болды, ұйқы жоқ. Түн ортасына дейін қонаққа барып, сіз бір ақыл айтыңызшы елге дейді. Айтқанбыз енді оны. Айтқанбыз. Негізі жылына бір келетін нәрсе ғой енді.
бірақ ораза пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның сахабаларының кезінде бір құрмамен ауызашады екен жарықтықтар. Біз енді бір күл көсір береке заманда өмір сүріп, тағы да недовольныймыз ғой. Тағы да недовольныймыз ғой. Жоқ, бізде ештеңе жоқ, өліп баратырмыз деп өкіметке де, президентке де, соседтерге де, қатынға да недовольныймыз бәріміз. Сол үшін береке болмай жатқан сол. Семейде атенен былтыр майда бір күнде қайтыс болды дейді. О, жарықтықтар иманды болсын. Жылдығын балалармен сабағын бітіріп, квартираны өткізіп, июнь айында бермекші болғанмын. Өзім Астанада тұрамын. Соған атам туыстар қарсы, майда бер деп дейді. Бұлай ғой. Баяғы біреу тойға барам десе, бардырарың бардырса барасың депті ғой. Сөйтіп бардырары бар деген кім екен десе, мынау екен ғой. Кәпсода. Кейбіреулер болады, ана қолынан түккемей тілдер 2 метрлер сөйлей береді. Иә дейсінде сол соң уақытқа шығарып сөйледі. Бірақ қараңыз, туысқандар бөлініп кетіп жүрмесін. Сіз жаңа бізде неге шариғатта жоқ, жылдық, басқа деген мәселелер жоқ. Бірақ мына біздің елге осы әдет ғұрып сіңіп қалғаннан кейін, ертең күні сен туысыңнан ажырап кетіп, барлығы сені қылқындырып бер деп, сен квартираны өткізіп күннен келем дегенше, сол уақыттарда дау болып, бұлар айғай шығарып, су шығарып сөйтетін болса, онда сөз жердегі семейдегі имам ұстаздармен хабарласып, солармен шешкен жақсы болады. Үлкендер бар ғой, зиялы үлкендер, жағдайыңды мысалы қазір маған түсіндіріп айтып жатсың, тура сол сияқты үйде туысқандар бар ғой, туғандар, үлкендер, соларға бүйтіп түсіндіріп айтып, сілкінбей, жұлынбай, жай ақырықпай айтып түсіндіріп, ана күйеуіңді енем деп что-то айтқаныңа қарағанда, сен өзі бір дерске келін сияқтысың ғой, бәрін шешетін, бәрін жайлаған әйел сияқтысың ғой. Нежедеме вампирский тісіңде шықпаған сияқты уже бәрін тістеп жұлып алатын. Өткені бәрін бүйтем деп бүйтіп тұрсың ғой енем деп. Сен сөйлеме, үйде күйеу бар. Сол күйеуге айт. Сен сөйледі, осындай жағдайды айт деп, ана бүйтіп бұрап жіберсең, соны өзі барып айтады ол. Барып айтып келеді. Сөйт. Щитовидканың өзейін жасауға бола ма? Болады. Оразаны бұзбайды. Сыртынан тексереді ғой. Так, уақытымыз жақындап жатыр екен. Біз зұлымдық туралы айтқанбыз, соның ішіндегі ең үлкен зұлымдық бұл отбасында болған зұлымдық. Отбасында болған зұлымдық бұл кешірілмейтін зұлымдықтардың қатарында деп айтуға да болады шығар, ауырлық дәрежесінен. Неге? Өйткені күнде бірге тұрып, күнде бірге жүріп, сондай зұлымдық жасау. Ал енді ол қандай зұлымдыққа жақындарға десеңіздер, енді бүгін жақсылап естіп алыңыздаршы. Алланы танытпай балаларға, ұрпақ тәрбиесіне кеттік қой. Ұрпақ тәрбиесіне Құдайды танытпаудан артық жер бетінде зұлымдық болмайды. Сен тамақ бермесең, біреу тамақ береді. Сен қарамасаң, біреу қарайды. Бірақ Алланы танытпағаның, Құдайды танытпасаң, балаң кішкентай кезінде, Алла бар, Құдайдан қорық деп үйретпесең, бір күн келеді, сол Құдайыңа, сол балаңды айтып жалынатын боласың. Балаң өскен кезде, есейген кезде, сені тыңдамай, аузың жап, мен өзім білем деген кезде, сол кезде сен Құдайыңды есіңе аласың. Бірақ ол кезде уже поздно болады. Неге? Бала қатып қалған, жүрегі бекіп қалған, сен тыңдамайды көзді ол. Басымды қатырма дейді, өзім шешем. Өз қолыңды өзің шаба алмай, өкініште қаласың. Сондықтан бала тәрбиесіндегі ең жоғарғы потолок Алланы таныту, Құдайын таныту, Алланың барлығын білдіру, баласына Раббысын танытудан артық жер бетінде әкенің, ананың баласына сіңірген еңбегі болмайды жандарым. Ең бірінші Құдайдың жалғыздығын, пайғамбардың елшілігін, Алланың құдіреті сипаттарын, затия, субутия, оны таныту үшін өзің білу керексің. Соны біліп балаңызға үйретуден артық, Құдайын танытудан артық дүние жоқ. Құдайын танытып, мен сен қазір көзіңі Құдайын танытам деген жаңағы ұру соғу емес, тағы да айтам. Баланы қорқыту емес, тозақпен қорқыту емес. Кішкентай балаларға тозақпен қорқытудың бір деңгейі жоқ. Бала түсінбейді оны, тозағыңды. Сондықтан сол баланың деңгейіне түсіп, түсіндіріп, мысалы мен қазір ұрысып жатқан жоқпын ғой сіздерге, мешіттегі уағыз айтып жатқан жоқпын. Жай түсіндіріп, анау бүйтіп айтқан дүние. Сондықтан Алла тағала
балаларыңыздың тәрбиесіне зор қараңыздар. Баймен алыспаңыздар. Кейбір әйелдер баймен ұстап қалам, баймен бүйтіп ана тоқал деп алам деп отыр деп ауру болып қалған ол күйеуің. Құдай шипа берсін. Тоқал алам десе кішкене суық тиіп қалған соң. Тоқалдың суықтығы бар, гриппі. Сол гриппі тиіп қалған. Сен онымен алыса бермей, сен баламен алысыңыздар. Бала өмірінің мәні, Алланың алдында сені құтқаратын да, сені тозаққа салатын да сол бала болады. Басың жақсылыққа жетсе де дүниеде де баланың арқасында жетесің. Бала дегенде дәулетімен, сәулетімен, фирмасымен емес, квартирасымен емес, дүниесімен емес, жақсылығыменен, оның жақсы үзілмейтін амалымен жетесіз. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям үзілмейтін садақа жария, үзілмейтін садақа сауаптың біреу валадун салихун, салихалы бала дейді. Салихалық деген не? Оның басы бір-ақ нәрсеге келіп тіреледі, Алласын тану, Құдайды таныту. Балам, мен саған риза болмаймын егер Алланы танымасаң, Аллаңды біліп, Құдайыңа шүкір етпесең, мен сені танымаймын деп баланы, мен сенің мойнына балаға Алланы танытуды үйретейік. Алланы таныту әлбетте иманнан кейін тұратын, намаздан кейін тұратын дүние осы ораза. Сондықтан барлықтарыңыз сәресіне тұрыңыздар. Ораза ұстамаса да тұрыңыздар. Бірге отырып тілек айтып, кішкентай бала да тұрсын, тілегін айтсын. Мүмкін әбетте ішіп жібереді ол. Ішіп жіберсе де дұға тілек айту жақсы тәлім, тәрбиелі дүние, мотивация болады. Алла ниеттеріңізді қабыл қылсын, аман болыңыздар, сау болыңыздар, бар болыңыздар.